күзде цирроз печени деген диагноз қойып берді. Іші суға толып, кәдімгі шар сияқты іші ісіп кетті. Содан біз дәрігердің берген рецепт бойынша дәрі іштік, бірақ көмек бола қоймады. Содан тяньшидің баттарын үлкен дозамен 6 рет күніне ішіп отырдық. Бауырдың показательдері 5-10 есе азайды. Жаңа сарсу кетіп, іші іскені кетіп, әл-ауқаты күшейіп, тамақ іше бастады. Ол тамақ ішпей 25 килограммға асып кеткен 2 айдың ішінде. Сол 2 айдың ішінде аяғынан тұрып, сәлде болса көңіл күйі көтеріңкі, далаға шығып жүретін халге жетті. Бұған енді официальный медицинада цирроз печени деген жазылмайды ғой. Міне тяньши баттарының арқасында біз бірінші Алла, екінші осы тяньши баттарына рахметімді айтамын. Біз аяғымыздан тұрып жазылып келеміз.